Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай моркоп қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ішінде моркоп қосылғаны да білінбейді. Жасап көріңіздерші, ешқандай да өкінбейсіздер. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, қантымызды салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Осындай аппақ пена болғанша араластырып аламыз. Разрыхлителді ұнымызға қосып, араластырып жіберіп, сұйық массамызға 2 бөліп салып, лопаткамен асты үстіне қарай аударып араластырамыз. Екінші бөлігінде салып араластырамыз. Ерітілген сары майымызды салып, бір араластырып жібереміз. Осындай қоймалжың қамыр дайын болады. Теркадан өткізіп алған морковымызды саламыз. Және де грек жаңғағын саламыз. Бәрін осылай біріктіреміз. Грек жаңғағын қоспасаңыздар да болады, бірақ өте дәмді болады. Осындай ыдысқа салып алып, қызып тұрған пеште 170 градуста 30 минуттай пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Тағы да күшті рецепттермен бөлісетін боламын.